Райян жәннаты туралы не білеміз? Таңғажайып таңғы азан. Сәресі бал Рамазан. Жынат бақтан жанымның дүниесі бар, Рамазан. Деп қалқаман Сарин жырлағандай әркім Алланың үлкен сыйы, жәннаттан үмітті. Рамазан хадисте айтылғандай, Рамазан келгенде жәннаттың қақпалары ашылады, тозақтың қақпалары жабылады және шайтандар шынжырларға бұғауланатын. Әл-Бухари Муслим қасиетті. Сауаптар еселеніп, жәннат қақпалары айқара ашылатын осынау айдың қадірін білгендер ауыз кебірсіп, шөлдің қысқанына қарамай Алла разылығы үшін ішіп жемнен тыйылып, нәпсісіне құрсау салады. Алла тағала да құлының құлшылығын әсте жауапсыз қалдырмайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уә сәлләм. Кім Алла жолында екі жұп затын жұмсаса, ол жәннат қақпаларынан, Алланың құлы. Бұл игілік деп шақырылады. Сондай-ақ кім намаз оқыған болса, намаз қақпасы арқылы шақырылады. Ораза ұстаушылардан болған адам әр райян қақпасы арқылы шақырылады. Бухари, Муслим деп сүйіншілеген. Қиямет күні шөліркеп аузын тамақтан, хайбат, өсек өтіріктен тыйған жандарға Алла қаласа әр райян қақпасы айқара ашылып. Сол күні ораза ұстаушылар қайда? Деп айтылады. Сонда олар алға шығады, және олардан басқа ол қақпадан ешкім өтпейді. Ал олар кіріп болған соң ол қақпа жабылады да, одан басқа ешкім кірмейді делінген. Әл-Бухари, Муслим. Ибн Сад радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уә сәлем былай айтқанын риуаят етеді. Жәннатта райян деп аталатын қақпа бар. Ол қақпадан ораза тұтқандардан басқа ешкім кірмейді. Қиямет күні ораза ұстағандар қайда деп жар салынады. Ораза ұстағандар тұрып, сол қақпадан кіреді. Олар кіріп болған соң ол жабылып, одан басқа ешкім кірмейді. Бухари, Муслим, Тирмизи. Әбу Хурайрадан радиаллаху анху, Алла елшісі саллаллаху алейхи уә сәлләм, қиямет күні Алла тағала жолына екі нәрсені жұмсаған адамды жәннаттың бір есігінен Алланың құлы. Бұл жақсылық деп шақырылады. Намаз оқығанды намаз есегінен, Алла тағала жолында соғысқанды жихад есегінен, ораза ұстағандарды райян есегінен, ал садақа бергендерді садақа есігінен шақырады деп айтқан уақытта Әбу Бәкір радиаллаху анху. Бұл есіктерден шақырылғандарға не қам, не қайғы. Алайда осы есіктің барлығынан бірдей шақырылатын пенде бола ма деп сұрады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уә сәләм болады. Мен сені солардың бірі болуыңды тілеймін деп жауап берді. Бухари, Муслим. Райян сөзінің мағынасы сусыздықты кетіруші, суға қану, шөлін қандыру, шөлдемеу дегенді білдіреді. Екі нәрсе, яғни садақа мен жақсылық істегендер. Жәннатта жүзімнен, құрмадан, анардан болған жемістерден бау-бақшалар бар. Бұл ағаштың жемістері еш бітпейді. Жәннатта сондай ағаштар бар салтатты, оның саясында 100 жыл шапса да оны жүріп өте алмайды. Анас бин Мәлик радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм, расында, жәннатта бір ағаш бар, салт атты кісі оның саясында 100 жыл жүрсе де жүріп өте алмайды. Жәннаттың ағаштарының көптігі Алла тағаланы көп зікір етумен болады. Біз Алланы көп зікір ету арқылы жәннатта өзімізге ағаш отырғыза алады екенбіз. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм өзінің бір хадисінде, кімде кім субханаллахи уә бихамдихи деп айтатын болса, жәннатта ол үшін бір құрма ағашы отырғызылады деген. Жәннатта адам нені қаласа сол нәрсе болады. Ол жайында Алла тағала Құранда оларға былай делінеді: өткен күндерде, дүниеде істегендерің үшін рахаттана жеңдер, ішіңдер. Хаққа сүресі 24-ші аят. Жәннатта ағып жатқан өзен, бұлақтар бар. Құранда тақуаларға уәде етілген жәннаттың мысалы, онда жәннатта суы, түсі, иісі бұзылмайтын өзендер, дәмі өзгермейтін сүтті өзендер, ішушілер үшін тәтті шарапты өзендер және тазаланған балдан өзендер болады. Әрі оларға, тақуаларға онда жәннатта бүкіл жемістер әрі күнәларына Раббыларынан кешірім болады. Мұхаммед сүресі 15-ші аят. Сондай аяттарда келгендей тәсним, салсабил, кафур бұлақтары бар. Жәннатта жеп ішкеннің бәрі кекірік болып шығып, иісі миск болып шығады. Жәбир радиаллаху анху мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уә сәлләм былай деп жатқанын естідім. Жәннаттағылар онда жеп ішеді, түкіріп сіңдірмейді және үлкен кіші дәрет сындырмайды дегенін естідім. Сонда сахабалар, сонда ішіп жегені қайда кетеді деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәләм, ішіп жегені кекірік болып шығып, оның иісі мисктің иісіндей болады және жәннаттықтардың тәсбих пен тахмидті айтуы, олардың бұл дүниеде демалғандай әдеттегі ісі болады деді. Муслим.
Оразашыға ашылар қақпа, ол Райян Рамазан айы тозақ қақпалары жабылып, жәннат қақпаларының айқара ашылатын қасиетті ай. Тіпті жаратушы Алланың пенделеріне болған махаббаты мен мейірімі соншалық осы бір ай көлемін толық құлшылықпен қамтып, 30 күнді маңызды 3 кезеңге бөлді. Айдың ақырына 3 күн қалғанда барып 27 түні, әрбір пенденің тағдыры жазылатын түн және дұға тілегі қабыл болатын түн деп белгіледі. Жаратушы Алла, әй иман келтіргендер! Аллаға қарсы келуден сақ боларсыңдар деп сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілгендей, санаулы күндерде ораза ұстау сендерге де парыз етілді деп әмір қылған Бақара сүресі 183 аят. Бұл аятта ораза ұстау барлық мұсылмандарға парыз екенін айта келе, өзінде ораза ұстау ережесі толық баяндалып отыр. Алла тағаланың шебер керемет білім иесі екеніне қалай тәнті болмасын. Алла тағаладан парыз болған, қайсы бір ғибадат түрін алсақ та барынша пенденің ыңғайына, науқас болса шамасына сәйкес талап етілген. Ұзаққа бармай-ақ үстімізге еніп келген оразаны алайық, аятта бұйырғандай тіпті Рамазан айының парыз оразасы бола тұра Алла тағала, жолаушы болса, басқа күндерде ұстай алмаған күндерінің қазасын өтесін деген. Ислам дінде бұйырылған, парыз болған ғибадаттың дерлігі пенденің шама шарқына қарай Алланың белгіленген шеңбері аясында құрылған. Тіпті 16 емес бар болғаны бір ай көлемінде дініміз көрсеткен ғибадат жан-жақты кеңінен ашылған. Сондай-ақ амал қылған пенденің сауабы еселеніп жазылып, күнәсі күзге жапырақтай төгілуде. Алланың нығметі мен сүйіспеншілігі неткен керемет. Иә, ендігі бізге қалғаны осы бір қасиетті айда Алла тарапынан берілген үлкен мүмкіндікті жіберіп алмай, барынша тер төгіп күні-түні құлшылық қылып, ғибадат ету. Жыл бойына 365 күн тек заттай ғана азықтанып келген арзаны Рамазан айында мейлінше рухани күш беріп, иләхи махаббатқа бөлейік. Райян жәннатына кіргендердің ең жақсы армандарының бірі Алланы көру дәрежесі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәллям бір хадисінде, жәннаттықтар жәннатқа кіргеннен кейін Алла тағала, сендер менен тағы бір нәрсе беруімді қалайсыңдар ма? деп сұрайды. Олар, сен біздің жүзімізді ағартпадың ба? Бізді жәннат ахілдерінен етіп, тозақтан құтқармадың ба? дейді. Перде көтерілгенде жәннаттағылар үшін Раббыларына қараудан артық нәрсе болмайды деп қуантады. Муслим. Кімде-кім жәннатқа кірсе одан шықпайды, онда мәңгі қалады. Алла тағала Құранда оған, жұмаққа, бейбіт күйде кіріңдер. Міне осы мәңгілік күн, Хаф, 34 аят. Хадисте, жәннатқа кіргендерге жаршы, сендер бұнда дендерің сау болып, ауырмайсыңдар. Мәңгі өмір сүріп, ауырмайсыңдар. Жас болып, қартаймайсыңдар. Дайым нығметте болып, жаманшылыққа ұшырамайсыңдар деп жар салады. Кейін Алла тағаланың мына аят каримасын оқыды. Сонда оларға істеген, ізгі, істерің үшін мұраға алған жұмақтарың осы, Ағраф, 43-ші аят делінген түрде дабысталады. Ей Алла! Сенің разылығыңды және жәннатыңды сұраймыз. Сенің қаһарыңнан және тозағыңнан пана тілейміз. Біз сенен Фирдаус жәннатын сұраймыз. Жәннатқа жақындататын сөздерді, амалдарды орындауымызға жәрдем беруіңді сұраймыз. Бізге жәннатты нәсіп етіп, тозақ отынан сақта. Амин.